Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен үйімді ремонттап бастадым. Жаздың уақысы. Осындай жаман щеткамды, шпажкама нелерді тауып алдым, әйтеуір тегістейтіндерді. Өмірімде істеп көрмегем. 25 литрлік лагымды алдым. Осылай бір тегістеп жақтым. Абысынан сұрап алдым. Абысын істесуге жәрдемдесем деген. Оның өзінің тірліктері бар. Қашан оның тірлігі бітем дегенше қой өзім бастадым. Ол абысын Алматыға барды. Сонымен тойлап жүрді. Қой дедім, жұмысы бар, азанда кешкісі бар. Қой дедім да, ақтол. Ол абысынды күтем дегенше биыл бітпейсін жазда. Ата-енең келем дегенше бір айда деді. Сонымен қой деп өзім бастадым. Күнге күйіп, шілденің уақытысы ғой енді. Шілденің уақытысы. Сонымен оған қарамай істеп тастадым, осылай өрнектеп тастадым. 3 бала шағамды да алып, үлкен балам неге кеткен, атасымен бірге, атасының баласы деп, атасымен бірге Алматыға кетті. бір айға. Сонымен ол жақта демалды ол. Ал мен бала шағамды алып, солармен тырмысып жүріп, осылай ремонт тастадым. Барлық жерін өрнектеп, осылай потологымда краскілеп, мына үшеуі де жүр. Тамағы бар, шамы бар. Осылай бір аптаның ішінде осылай теп-тегіс қып істеп шықтым. Бір апта істедім ау деймін. Одан аспаса кем болған жоқ. Осылай істеп шықтым. Керемет болды. Барлығы кімге істеттің дейді. Біреуге істетсең ақша, өзім істедім дедім. Осылай әдемілеп істеп шықтым. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Потологымды краскіледім, полымды да краскіледім. Осылай істеп шықтым.